На русском не ответьте. Айта алмаймын сізге. Я достар, осы бір жағдайды көрген боларсыз, естіген боларсыз. Кеше мен де түнде көріп, қаным басыма шапты. Қысқаша айтып өтейін, мына Галина деген орыс қатын, есімін кіші әріппен жазып кеттім. Смолдың жұмысшы қазақ қызына орысша сөйлеуді талап етеді. Өте тұрпайы сөйлеген үшін қоғамда кішігірім резонанс туғызады. Бір қуантатыны, Алматы полиция басқармасы кеше түнде осы Галина деген кісіге 86.500 теңге штраф салады, және видеоға рұқсат түсірген үшін тағы да үстіне айыппұл салуы мүмкін. Осыны көріп кішкене тісіміз батты ма деген ой келеді. Мен бұл жерде Галина деген қатынды айтқым келіп отқан жоқ, мен қазақ қызының сабырлығын айтқым келіп отыр ше. Мына Жансұлу деген қазақтың қызы орыс қатын қанша ауыр әңгімелер айтса да сабырмен ұйып тыңдап, өзінің ойын ешқандай ашусыз жеткізеді. Аккаунтын төбеге белгілеп кетем, парақшасына кіріп барынша қолдап кетіңіздер. Бір-бірімізді қолдап жүрейік ағайын. Қазақтар жасасын. Я.